pizza isteyimiz. Pizzaga gerek zaten колбаса, морковь, пияз и соус, майонез, кетчуп, помидор и сыр керек. Сонда заттар керек для пиццы. Пиццаға керек. Тестамыз дайын. Біз тестамызды ұн мен қаймақтан араластырып жасадық. Өзіміздің рецептіміз бойынша. Ал енді бірінші колбаса істейміз. Колбасын жайлап аккуратно қоямыз. Пиццаны өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша қалай әзірлесеңіздер де болады. Пиццаның рецептісі өте көп. Біздің бұл өзіміздің семейный рецептіміз. Мен бәрін бітіру керек. Істеуге үлкен болса, мен бөліп. Реттеп сана ғой. Духовкамыз қызып жатыр, 200 градусқа қойдық. Пиццамыз тез әзір болады, бір 30 минуттың ішінде дайын болып қалады. Ал енді колбаса бәрін істеп болдық, сосын морковь. Бай істейміз. Морковьті біз дәмді жақсы шығу үшін, дәмді болу үшін өзіміздің рецептіміз бойынша саламыз. Сіздер өздеріңіздің ойларыңызбен салсаңыздар болады. Мен бәрін бітіру керек. Потом пияз. Пиязды енді үлкендерге ғана кішігірім салса болады, тек дәмін шығару үшін, ал кішкентай балаларға көп салып керек емес. Бірақ біз отбасымызбен жақсы көреміз. Менің де кішкентай қызым пиццаны әзірлегісі келіп тұр. Ал енді соусты. Бұл соусты біздің папамыздың рецептісі бойынша салдық. Жақсылап әрбір жеріне жеткізіп салу керек. Бұл жерде, бұл соуста 2 жұмыртқа және үлкен майонез араластырылады, және 3 жұмыртқа бар. 3 жұмыртқа. Және аспұрыш, және де перец, тұз өздеріңіздің вкустарыңызға қарай салсаңыздар болады. Мінеки жақсылап соусты құйып аламыз. Сана қарай, шет жақтарына жақсылап салды. Молодец. Мына жақтарына дұрыс сал. Әкеме тез қойған. Сен помидорды дайында. Помидорымызды. Помидорды жақсылап пісіріп қоя бер. Және пиццамыз дайынды болады. Сөйтіп аккуратно көп қоямыз. Әрбір жеріне қой. Енді сырды жақсылап сал. Сырды ойын толтырып аламыз. И бай жайлап шығамыз.
жетерім. Тезірек. Ары жеріне су. Бірақ жерге емес, ары жеріне су. Аккуратно яру. Міне дайын. Және де майонез бен кетчупты саламыз үстіне. Бірінші майонез саламыз. Бірінші кетчуп салайық. Және де біз өзіміздің рецептіміз бойынша кішкене үстіне холодильниктегі бар тамақтармен жасаңыздар болады. Біз кішкене чечилді салып қоямыз дәмін шығару үшін. Әр жеріне бүйтіп аяшқа. Әр жеріне бұтықым, әр жеріне. Мына жерге, мына жерге. Бала дегенді, баланы ас үйге ерте жастан үйрете берген дұрыс деп ойлаймыз. Сол себептен біздің балаларымыз аз үйде өзін еркін сезінеді. Енді майонез аяшқа. Şimdi mayonez salamız. Ketçupta saldı, yeni mayonez salamız. Тоже аяшқа. Шет жағынымызда. Астықтан араластырмай. Мына жерге тамыздап. Болды. Бұтқан болды. Мыналарын не жетерім? Кейбір пиццаларда ең төбесіне соңғы ингредиент болып сырды салады. Ал біздікінде керісінше, бізде майонез, сыр ортасында. Енді духовкаға салуға болады. Мына жерге тағы кішкене сеуіп жер майонез. Бүгін кішкентай қызымыз кішкене ауырып қапты, оған мән бермей қойыңыздар. Мына жерге. Ал енді пиццамыздың барлық құрамдарын құрастырдық. Енді біздің соңғы пісіру бөлімі ғана қалды. Сол себептен енді духовкаға саламыз. Пиццамызды духовкаға саламыз. Ашамыз. Қазір. Bir minut. Қатты ыстықты бойлаймыз біздікін. Ал енді 30 минуттан кейін пиццамыз дайын. Пока. Ертең маған жазыңдар. Айару, пока.